Имам Хасан айтқан екен, кимде 4 нәрсе болса, Аллах Таала аны шайтандың азғырығынан сақтайды дейді. Жана тозоқтың отынан да сақтайды дейді. Биринчиси, мән мәләка нафсаху индар рағба. Кимден бағы шахуатты қозып, бір арам зынаға, ойноштыққа түрткі болу атса дағы өзіні қармап қалса, жоқ, бұл арам, мен бұлда ешті атқарбаймын деп. Уар-рахба, бір қорқыныш болған учурда дағы тура емес іш қылып қойбой, өзіні жақшы қармаса дейді. Уаш-шахва, шахуатыл батын фарж деп қояды бізде. Оша құрсағының шахуаты келген учурда дағы арамды жебестен, арам ішті қылбастан ошолун тоқтотып қалса, андан кейін алғадабу ачуысы келген учурда өзіні қармаса дейді. Мұны ошонда ошол адамды шайтан ешқашан азғыра албайды дейді. Алла Таала шайтандан сақтайды дейді. Демек, ачууланган учурда адам көптөгөн туура эмес иштерге барып коет экен.